мен сіздерге қазір басқа монеталармен есептеудің жолдарын көрсетемін. Қараңыздар, тоже кошелекқа кіресіздер, ол бірдей жалпы, то есть сделкаға кіресіздер, жалпы бағанағы біз биткоин мен USDT-ді салыстырғандай тура сондай, бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ сіздерге басқа монеталарды көрсеткім келіп тұр. Ол жерде өте көбірек пайда қалады, бірақ сатылу деңгейі әрине аздау, бірақ пайда жақсы қалады. Қараңыздар, міне биткоин, мен сіздерге шиба мен көрсетейін. Шиба деген өте жақсы пайда алып келетін нәрсе. Қазір шиба деп жазам. Шиба деп жаздым. Так, міне қараңыздар, сіздер 1000 USDT-ге қанша аласыздар? 90.497.737 былайша айтқанда шибаин сатып аласыздар. Осыны скопировать етіп аламыз. Енді біз готов деп P2P торговля деген кіреміз. Енді шибаинге кіреміз. Біз микро болып сатып аламыз, сондықтан продать деген жақтан көреміз. Примерно Каспий, түсінікті ол. Вот. Так, шиба, Каспий. Вот, ең бірінші адаммен есептей саламыз. Қазір біз қаншаға сатып алатын көреміз. Бізде за крипта, яғни біз шибаның количествосын қойдық. Енді бұл ақшамен есептегенде 451 мың теңге. Бұны да бағанағы айтқандай, сіздер күндіз есептейтін болсаңыздар, өте жақсы деңгейде сіздер табыс таба аласыздар, былайша айтқанда. Вот. Енді қараңыздар, 451 мың теңге қазір болып тұр. Бұны сатсаңыздар, тоже сіздер 458 мыңға сата аласыздар. Яғни үстінен бұл жерде 7 мың теңге пайда қалып тұр. 458 мың болып тұр қазір USDT-дің бағасы, 458 мыңға сата аласыздар. Яғни шибаинді осылай сатып алып 7 мың үстінен пайда көруге болады. Яғни $1000-дан 7 мың көресіз, $2000-дан примерно 1 миллион теңгеден былайша айтқанда 1,5% көресіз ғой. Яғни 15 мың теңге таза пайда көресіз. Немесе 25 мың теңге. 1,5% пен 2,5%-ның аралығында жүреді. Бұл енді жоқ дегендегі сумасы. Жалпы осылай NFT-ді солай есептейсіздер, BNB-ді солай есептейсіздер, жалпы бүкілін солай есептейсіздер. И осының барлығын сіздер бір уақытта объявление беріп қойсаңыздар болады. Шиба сатып алам, Каспий мен NFT сатып алам, BNB сатып алам, BUSDT сатып алам. Енді BUSDT-ден қатты пайда қалмайды, биткоин сатып алам деген сияқты. Осының бәрін бір уақытта объявление бере аласыздар. Вот. Бір уақытта объявление беріп, сіздер қайсы, мысалы шибадан сіздер қазір мысалы 100 мың теңге зайып келді ма, эфирдан сізге 20 мың теңге зайып келу мүмкін. Әрқайсысын сіз сатып ала бересіз, бірақ әрқайсынан жоқ дегенде жаңағыдай 1,5-2% пайда қала береді. Негізі 3,5%-ке дейін мен пайда ұстағам осы жерден, лично өзім. Уақыты келеді, ол моменттері болады, сондай жақсы процент ұстап қалуға болады. Жалпы осы жерде бүкілін осылайынан объявление беріп отырасыздар. Бірақ бағанағы айтқандай, бұл жерде ең бастысы сіздер мысалы шиба сатып алсаңыздар да, NFT сатып алсаңыздар да, BNB сатып алсаңыздар, биткоин сатып алсаңыздар да, сіздер сразу конвертация жасап отыруларыңыз керек. Міндетті түрде сразу конвертация, USDT-ге конвертация. USDT ол сіздердің ақшаларыңызды сақтап тұрады. Вот, сондықтан да USDT-ге сақтап отырыңыздар. Ол сіздер қараңыздар да 24 сағат заморозкаға кетесіздер, бірақ ол заморозка сіздердің конвертация жасауларыңызға шектеу қоймайды. Ол заморозканың шектеуі тек қана сіздердің сатуыңызға ғана шектеу қояды. Яғни сіз ешқайда сата алмайсыз, түсіндіңіз ба? Вот. Сол үшін тек қана USDT-ге ауыстырып қойыңыздар. Келесі сабақта мен сіздерге конвертация қалай жасау керек екенін көрсететін боламын.